Саламатсыздар ма? Ерекше болатын осындай капустамен тағам дайындаймыз. Екі жуамызды алып, осылайша турап аламыз. Мен біреуін ғана турадым, екіншісін қалдырып қойдым. Күрішім 300 грамм күрішімізді алдын ала жуып дайындап, осылай қайнатып бұқтырып қоямыз. Табамызға қызып тұрған міне титай жуа тастап көрдім. Қызып тұрмаймыз, қажетінше май құямыз. Жуамызды салып, сарғайғанша қуырамыз. Осылайша араластырып қуырамыз. Үстінен өткіштен өткен сәбізімізді саламыз. Менде сәбіз 350 грамм сәбіз. Жақсылап сәбіздің өзінің бір сары түсі бөлінгенше қуырамыз. Бір ас қасық тұз саламыз. Бұл жерде өздеріңіздің ұнататын дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Капустамызды жуып тазаланған капустамызды осылай бөліп турап аламыз. Әркім өз қалауынша турайды. Өткіштен өткізсеңіздер де, турағыштармен турасаңыздар да болады. Мен бүгін осылайша турадым. Арасындағы жуан нелерін, заттарын алып тастаймыз. Менде капуста 1 килограмм капуста. Сіздер өз қалауларыңызша алсаңыздар болады. Осындай дайын болған капустамызды осындай үлкен табаға саламыз. Үстінен қуырылған сәбізіміздің жартысын саламыз. Сәбіз бен пиязымыздың қуырылып тұрған жартысын ғана саламыз. Енді екінші қалған жартысына томат саламыз. Томаттың үстіне мен бір қасық ұн салдым. Осылайша араластырып, бәрін бірге араластырып, ақырын сәбізін, қуырылған сәбіз бен пиязды араластырып, енді үстінен су құямыз. Қалағандарыңызша құйсаңыздар болады суды. 500 миллилитрге дейін су құйдым мен. 500 миллилитріміз жарты литр болады. Су құйып, осылайша қайнатып, астын басып қоямыз. Туралған капустамыздың үстінен 600 грамм фаршымызды саламыз. Бір қасық тұзымыз, 2 жұмыртқа саламыз. Өйткені біз қазір фаршты түйетін боламыз. Осы дайындалып жатқан затымызды домалақтаймыз. Сол үшін, шашылып кетпес үшін 2 жұмыртқа салдым. Андай қалып кеткен жуандарын алып тастаймыз. Фаршты көбірек салсаңыздар болады. Менде үйде тұрғаны сол 600 грамм екен. Негізі капустаға 1 килоға 1 кило фарш салсаңыздар да болады. Капустамыз бен фаршымыздың бәрін араластырамыз. Енді 100-150 граммдай күрішімізді саламыз. Үстінен бұқтырылып тұрған. Осылай салып араластырамыз. Күріш ыстық болып жатыр. Өстіп араластырып, әбден жақсылап араластырамыз. Күріш барлық жеріне бірдей араласу керек. Духовканың листін осылай дайындаймыз. Табасын домалақтап,
коя береміз. Оның майлаудың ешқандай қажеті жоқ. Осылай міне домалақ қылып алып қоямыз. Капустамыз әрине жалбырап тұр. Ол еш нәрсе етпейді, өйткені капуста пісіп кетеді. Үстіп дайындаймыз. Голубцы тамағымыздың рецепті тура, бірақ пеште дайындаймыз. 1 килодан асық 1,300 грамдай картошкамды аршып дайындап, 1 қасық тұзымды, қара бұрышымды, өзімнің ұнататын дәмдеуіштерімді салдым. Осылайша салған түйілген капуста мен етіміздің фаршымыздың арасына осылайша реттеп қойып шығамыз. Енді бізде қайнап тұрған подливімізді үстіп бетіне құйып шығамыз. Осылайша бәрін жеткілікті етіп, бәрін үстіне осылай құямыз. Бетін фольгамен жауып, жылтыр қағазымызбен жауып жақсылап. Мен үстінен пышақпен әр жерден тесіп қойдым. Мынала қызып тұрған пешімізге саламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. 220 градуста 1 сағатқа қойдым. Міне тағамымыз дайын. Фольгамызды жинап алып тастап, осылайша тағамымызды саламыз. Өте пеште керемет піскен тағамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар. Каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көк пиязымызды үстінен сеуіп шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар.